Армысыз, менің құрметті оқырманым. Бүгін сіздерге уәде етілгендей кезекті тегін сабағын баланың денсаулығына әсер ететін факторлар туралы айтатын боламыз. Жалпы баланың денсаулығына анамен байланысы қандай, ананың көңіл күйінің баланың денсаулығына қалай әсер етеді деген тақырыптарды қозғайтын боламыз. Кім баласының тез оңай жеңіл жазылғанын қалайды? Кім өз эмоцияларының балаға әсер етпегенін қалайды? Сабақты соңына дейін қараңыз, соның шешу бойынша мықты бір техниканы айтатын боламын. Яғни баланың денсаулығын қалай қалпына келтіруге болады. Ана өзінің эмоциясымен жұмыс жасау арқылы баланың денсаулығын қалыпты ұстай алады деген сұрақтарды қозғайтын боламын. Менің есімім Салтанат Сабыржанқызы, психосоматолог практикпін, психологпын, түйсік маманымын. Соңғы 3-4 жылда осы психосоматика саласы бойынша адамдардағы түрлі мәселелермен жұмыс жасап келемін. 1000-нан аса терапия жасаған маманмын. Өз практикамда жеңіл аурудан бастап күрделі рак ауруларына дейін жазылған процестерге куә болдым. Ата-анамен, күйеумен, ата-енемен қарым-қатынаста мәселесі бар әйел адамдармен, ер адамдармен жұмыс жасадым. Ақша жинаумен, үлкен ақшадан қорқыныш, ақша таба алмау, масштабқа шыға алмау, айлықты көбейту, үйге кіретін табысты арттыру, ақша бітіп қалады деген ойлармен жұмыс жасадым. Және өз практикамда 25 миллион табысқа шыққан адам бар, айлығын 2 есе көбейткендер бар, 100 мыңнан 500 мың табысқа шыққандар бар. Үйге кіретін табыстың, яғни күйеуінің табысы миллионға дейін көтерілген сәттерге себепші болдым деп айта аламын. Одан бөлек депрессия, апатия, өмір сүргісі келмеу, не тағы да сүйікті істі табу, тұрмыс құру, өзін бағалы сезіну, құнды сезіну, қорқыныш, реніш, ашу, ыза, қызғаныш, тағы да басқа негатив сезімдермен жұмыс жасадым. Жақын адамның қазасын жібере алмау, ажырасудан кейінгі күйеуді кешіру, ажырасудан кейінгі өмір, білім блоктары, оқи алмаймын, жасай алмаймын, істей алмаймын, курсты сатып аламын, бірақ барлығы жайына қалады, істеуге бір нәрсе кедергі болып тұрады деген мәселелермен жұмыс жасадым. Өзін өзі бағалау, жақсы көру мәселелерін қарастырдым. Және соның ішінде баланың ауруы ол ата-анаға келген сынақ деп қарайтын болсақ, демек бұл жерде үлкен сабақ жатыр деген сөз. Әрбір сынақ бізді үйрету үшін, түсіндіру үшін келеді. Белгілі бір жағдайлар, оқиғалар, адамдар әрдайым бізге әртүрлі сабақ үйретіп отырады. Әсіресе біздің балаларымыз арқылы. Бала ол ата-ананың тікелей айнасы. Әсіресе ананың психологиялық саулығы, эмоционалдық тұрақтылығы баланың денсаулығына кең әсер етеді. Құдды бір ана мен баланың арасында көзге көрінбейтін Wi-Fi жүрген секілді. Себебі көп жағдайда бала ауырған кезде ең бірінші қиналатын кім? Жауап беріңіздерші. Ең бірінші қиналатын кім? Оған қарайтын, оған дәрі беретін, оған күтім жасайтын, онымен ауруханада жазатын, оның барлық қал жағдайын, барлық жағдайына қарасатын кім? Әрине анасы, дәрісін береді, күні түнімен қарайды, ұйқысыз шығуы мүмкін, жұмысынан сұранады, жұмысынан барып больничный алады, уақытша кетеді, бала ауырған кезде көбісі ойлайды, салқын тиді дейді, суық тиді дейді, немесе кеше балабақшада бір бала жөтеліп жүрді, содан вирус шыққан, болмаса көшеде жалаңаш жүрді, содан ауырып жатыр, қала бойынша вирус жүріп жатыр деп ойлайды. Бірақ бұл жерде ең маңызды дүние, неге сол балабақшадағы басқа балалар солай ауырмады? Неге далада жалаңаш жүрген басқа балалар ауырмады? Неге салқын су ішіп жүрген басқа балалар ауырмайды деген сұрақ туындайды. Неге именно сіздің балаңыз ауырып қалды? Мүмкін айтарсыз, иммунитеті төмен, ол әлсіз, аурушаң деп айтуымыз мүмкін. Бірақ иммунитет деген не? Неге ол бала аурушаң деген сұрақ туындайды? Ол иммунитет деген дененің әр түрлі ауруға қарсы тұру қабілеті. Енді сұрақ туындайды, неге барлық адамда иммунитет бірдей емес? Неге адамдар жалпы бірдей емес деген? Себебі әр адамда қабылдау, дүниетаным, өмір жолы, ойлар әртүрлі. Сәйкесінше соған сай иммунитет бар, қалыптасқан.
түрлі жағдайға, оқиғаларға, ауруға қатысты. Иммунитеті мықты деген сөз, ол адамның өзін жайлы, қауіпсіз, сүйікті деп сезінген жағдайы. Демек, балабақшада кімге ауру жұқты, сол адамда иммунитеті әлсіз болды деген сөз. Ол баланың ішкі халі қорқынышқа толы. Үйінде мүмкін ұрыс-керіс көп болады. Ата-анасының қарым-қатынасы дұрыс емес болуы мүмкін. Тағы басқа. Енді қазір баланың ауруының бірнеше себебін атап шығайын. Жаңағы сәтте мысалы балабақшадағы бала ішкі халі дұрыс емес дедім ғой. Не үшін? Себебі үйінде белгілі бір қарым-қатынас дұрыс емес. Ата-анасының арасында бір кикілжің бар. Жанжал туып тұрады. Сөйтеді дағы балаға ең жақын кім? Анасы. Көбіне анасының қасында жатады, анасы қамқорлық көрсетеді, тамағын береді, киіндіреді, балабақшаға алып барады деген секілді. Сонда ол кіммен ең көп бөлігін уақыт өткізеді? Анасымен, яғни. Демек, анасының бойындағы барлық сезімдерді ол сіңіріп алады. Біз энергетикалық тұрғыда адамдармен араласқан сәтте оның бойындағы сезімдерді сезіне аламыз. Яғни сіздің қасыңызда бір ашулы адам тұрса, сіз күліп тұра алмайсыз ғой. Тура сондай, бала да анасы ашулы болса, ренжіген болса, стрессте жүрген болса, депрессияда жүрген болса, ол күліп жүре алмайды, жадырап жүре алмайды. Анасының көңіл күйіне сай оның да ішкі халі қалыптасады. Енді қазір баланың ауруының бірнеше себебін атап шығайын. Анасының бойындағы тұншыққан негатив сезімдер, жаңағы айтқандай, иә, қорқыныш, үрей, реніш, ашу, ыза, тағы басқа. Бұл әдетте бала ауырған кезде анасы қорқып, үрейленіп, уайымдап бастайды. Тамақ ішпей, баласын күндіз-түні қамқорлап жатады. Мұндай жағдайда анасы балаларын өзінен жоғары, яғни өмірінің мәні санап алады. Баланың ауру арқылы өз өмірін сүр, өзіңе қара деген сигнал болуы мүмкін. Енді балаңыз ауырған кезде қандай сезімде боласыз? Не ойлайсыз? Соған мән беріңіз. Сондықтан қазір осы баланың ауру себебін табу үшін сіздермен бірге практика жасап көреміз. Тыныш жерді тауып, терең дем алып, дем шығарыңыз. Бір бөлмеде өзіңіз отырыңыз. Үйде адам болмаса тіпті жақсы. Болса, бөлмеде оқшауланып өзіңіз отырып алыңыз. Терең дем алу үшін мұрынмен ауаны ішке тартасыз, ауызбен шығарасыз. Бірнеше мәрте осылай жасау керек. Міне. Ауызбен, мұрынмен ішке ауаны тартамыз, ауызбен жай және ұзақ шығарамыз. Денені толық босаңсытамыз. Бірнеше мәрте жасаған сайын дене босаңси бастайды. Енді баланың ауруын ойлағанда қандай сезімде боласыз? Қорқасыз ба, уайымдайсыз ба, шаршайсыз ба, ашу ма, ренжисіз ба? Соны табу қажет. Сосын сол сезім денеңізде қандай реакция тудырып жатыр? Денеге мән береміз енді. Денеде не болып жатыр? Баланың ауруын ойлағанда дененің қай жері қысылып, түйіліп, шаншып ауыра бастайды? Қай жерінде ауырлық сезім бар? Тамақта тұрма, ішіңізде тұрма, арқада тұрма, желкеде тұрма, қолыңызда тұрма, қай жеріңізде тұр? Сезініп көріңіз, байқап көріңіз. Осы сабақты жазып алып, бөлмеге барып, осы айтқандармен жасап көріңіз. Енді анықтап алдық делік, иә, денеңіздің бір жерінде бір сезім тұрғанын анықтап алдыңыз. Енді сол сезім, мысалы, қорқыныш пайда болса, иә, балаңыз ауырып қалған уақытта. Қорқам, оған бірдеңе болып қалады. Қорқам, баланың ауру асқынып кетеді. Менде бұрын ой болады, балам ауырып қалса, өліп қалады деп ойлайтынмын, тіпті тұмаумен ауырса да. Балам өліп қалады деген оймен қорқып, уайымдап, түнімен ұйықтамай, соның қасында жүретін едім. Енді ойлаңыз, сізде қандай сезім пайда болды бала ауырған уақытта? Және бұл сезім сізде қашаннан бастап жүр? Мысалы, жасыңыз 30-да болса, 30 жасқа дейін қашан пайда болды осындай ішкі халіңіз? Неше жасыңызда дәл осы сезімді бастан кешірдіңіз? Дауыстап, өз жасыңызды кері қарай айтып көріңіз. Мысалы, 30 жас болса, мысалы, 25 жаста болды ба? Дәл осындай состояние. 20 жаста осы сезімді сезіндім бе? 15 жаста болды ма? 10 жаста болды ма деп әрі қарай сұраймыз, іздейміз. Егер 10 жаста басталған болса,
5 жаста ондай сезім болмайды, ауырлық болмайды. Соны тәніңізді бақылай отырып табасыз. Ең алғаш қашан пайда болды дегенді. Мысалы 10 жаста ата-анаңыздың ұрысы еске түсті делік. 10 жастағы өзіңіз қорқып үрейленіп отырсыз. Жалғыздық сезімдесіз, кінәлі сезінесіз. Сол кездегі 10 жастағы кішкентай өзіңізге қазіргі 30 жастағы өзіңіз барып, сол ситуацияны бірге бастан кешіру керек. Қолынан ұстап, 10 жастағы қыздың өзіңізді жұбату керек, қолдау керек, сөйлесу керек. Ең бастысы соңында 10 жастағы өзіңізде ауырлық сезім кетіп қалу керек. Бұл бірінші себеп, яғни ананың бойындағы негатив сезімдердің баланың денсаулығына әсер етуі факторы. Екінші себеп, ата-анасының сау емес қарым-қатынасынан. Үйде жиі ұрыс керіс, айттым, ер адам мен ерлі-зайыптылар, ер адам мен әйел адам арасында, ерлі-зайыптылар арасындағы ұрыс керіс, жанжал болса, бала өзіне назар аудартуды қалау мақсатында ауырып қалуы мүмкін. Бала ауырған кезде ата-ана қарым-қатынас шешпей, барлық назарын балаға аударады. Сөйтеді дағы үйдегі атмосфера жақсарады, бала өзін қауіпсіз сезіне бастайды. Кез келген ұрыста, жанжалда, айқайда бала өзін қауіпсіз сезінеді, біліңіздер. Ол қорқады. Кез келген бала. Түп негізінде балаға жылы орта, ата-анасының махаббаты керек болды. Бала соны ауру арқылы алды. Не істеу керек? Күйеумен қарым-қатынаста мәселені шешу керек. Не үшін күйеуіңізді жақтырмайсыз? Оның қандай қасиеті ұнамайды? Егер сізде дәл осы себептен балаңыз ауырып жатыр десеңіз, күйеуіңізбен қарым-қатынасты шешуге арналған сабағымды көріңіздер едім. Үшінші себеп, анасының жұмыстан, үйден шаршап, демалғысы келген қалауы баланың ауруына себеп болады. Мұны жасырын қалау деп атайды. Ондай анаға баланың ауруы бейсаналы түрде тиімді, пайдалы, қажет болып тұр оған. Мысалы, жұмысын ұнатпайды, ана барғысы келмейді, алайда ақша табу үшін баруға мәжбүр. Сол кезде оның ішкі түйсігі баласын ауырту арқылы уақытша жұмыстан босауға мүмкіндік жасайды. Бала ауырады, уақытша жұмыстан босайды, ұнамайтын жұмысқа шамалы уақыт болса да бармай қалатын мүмкіндік туады. Саналы түрде кез келген ана ондай жоғалды қаламайды. Балам ауру арқылы мен демалайын, мен мына жұмысқа бармай қалайын деген. Бірақ бұл процестер бейсаналы түрде болып жатады. Тағы бір жағдай, келін ата-анасымен, ата-енесімен бірге тұрады. Үйінде демалуға шама жоқ. Келін демалғысы келеді, сөйтіп бала ауырып ауруханаға жатады. Үйден, ас үйден, қонақтан, жырақта демалып келеді. Бейсананың қалауы оған барынша қолдау көрсету, оны қорғау, қалауларын орындау. Ал келіннің демалысы тек қана баланың ауруы арқылы ғана жүзеге асар еді. Енді өзіңізден сұрап көріңіз. Баламның ауруы маған тиімді ме, пайдалы ма? Мен өз үйімнен демала алмай жүрмін бе? Мен балам ауруханаға жату арқылы демалып жүрмін бе? Баламның ауруының маған қандай пайдасы бар деген сұрақты қойыңыз. Осы сұрақтарды қойған соң, егер сіздің ниетіңіз жұмыстан, үйден, жырақта демалу болса, онда айтасыз, менің ішкі түйсігім, менің үйден демалу ниетімді баламның ауруы арқылы емес, маған, отбасым үшін, қоғам үшін қайырлы берекелі жолмен жүзеге асыр деп тапсырамыз. Енді мен сіздерге бір жағдайды айтайын. Менде қай уақытта, бұл осы жылы болған оқиға. Осы жылы бір ханым баласының ауруы бойынша консультация алады, яғни жеке қабылдауға келеді. Баласының диагнозы эпилепсия деп қояды. Судороги болады. Сөйтіп бармаған жері жоқ, апармаған дәрігері жоқ, тіпті Турцияға дейін барып көрсетіп келеді. Сөйтіп менің бір күні Инстаграм парақшамды көріп қалады да, жазылады, консультация алады. Екеуміз жұмыс жасаймыз, себебін табамыз, түрлі мәселе шығады, өзі психолог болып жұмыс жасайды. Балабақшада ішкі жан дүниені ақтарамыз, себебін табамыз, миды қайтадан перепрограммирование жасаймыз. Бір 2-3 айдан кейін хабар келеді маған. Баламнан эпилепсияны алып жатыр дейді. Чудо да. Енді ол кісінің ең соңғы
үміті болған да шығар мүмкін. Білмеймін енді. Бірақ сол жағдайдан кейін баласына диагнозды алып дәрілерді тоқтатады. Міне өзінің жазбасы да бар. Ұйықтап жатып судорога ұстады баламда. Түркия еліне дейін апардым, ол кезде ешкім таба алмады, бірақ жүрегім сезді дейді. Сіздерге айтайын, иә, бұл менің айтып отқан баланың денсаулығы, ананың көңіл күйіне, эмоционалдық жағдайына, ішкі халіне байланысты деген сөз. Бұл менің өзімнің өмірімнен өткен дәлел, және менің студенттерім дәлел. Енді мен сіздерге осы ең алдымен балаңыз көп ауыратын болса, иә, өзіңізде жаңағы күйеуіңізбен қарым-қатынас дұрыс болмай жатса, денсаулықта мәселе болып жатса, мен сізді трансформациялық курсқа шақырамын. Кімге терапия қажет, кім жеке қабылдау өткісі келеді, кім жалпы байығысы келеді, иә, кім бақытты ұзақ ғұмыр сүргісі келеді, кім қарым-қатынасты реттеп, ақша табу, сүйіктісті табу, мына түйсікті пайдаланып, оның жолымен, оның айтуымен өмір сүру, жүректің қалауын орындауды кім қалайды, мен сіздерге мықты бір ұсыныс айтамын. Менде трансформациялық 2,5 айлық курс бар. Яғни бұл курс психосоматолог мамандығына қызығып, Инстаграмды қоса дамытуды үйренгісі келетіндерге де арналған. Егер сізде мынадай проблема болса, келу керек. Денсаулық жағынан тағы да айтамын. Бір жеріңіз сырқат, иә, ауырып жүрсіз, қайта-қайта дәрігерге көрінесіз, ішпеген батыңыз жоқ, шетте бармаған дәрігеріңіз жоқ, қарым-қатынаста проблема бар, күйеуіңізбен күнде ұрсасыз, керісесіз, көңіліңіз толмайды, үйге келетін ақшаға көңіліңіз толмайды, риза емессіз, отбасыңызда береке жоқ, жұмыс ұнамайтын жұмыста жасайсыз, өзіңіздің өміріңізге көңіліңіз толмайды, өзіңіз дамытқыңыз келеді, шетелге шыққыңыз келеді, рухани орта тапқыңыз келеді, атақты болғыңыз келеді, өмірдің қызығын көргіңіз келеді, демалғыңыз келеді, шығармашылықпен айналысқыңыз келеді, иә, өзіңізді бір орныңызды тапқыңыз келеді қоғамда. Реализовать дейді ғой, өзін өзі дамытып, өзін көркейіп, өзінің бір мықты қалауын орындағысы келетін, ақша тапқысы келетін, немесе ақша тауып жүрген кәсіптегі мамандар үшін де өте қажет курс. Бүгін максимальный скидканы беремін. Курсқа тек 5 орынға ғана адамды қабылдаймын. 0012 бөліп төлеу бар, 0024 бөліп төлеу бар. Каспий, Халық банкі барлығы қарастырылған. Бүгін тіркелгендерге үлкен бонус айтамын. Енді курстың бірінші модулі. Назар салыңыз, психосоматика деген не, психосоматика қалай жұмыс жасайды, психосоматикадағы даму, кедергі, психосоматологтардың өмірлік қағидасы мен құндылығы, қандай мамандар осы саланы меңгеру керек, 7 өмір саласындағы мәселелерді шешеді, психосоматикалық бұзылудың 4 типі, психосоматика шешетін 35 нақты белгі, қалай психосоматолог маманына айына $1000-дан жоғары табыс табуға болады. Бұл жерде аптасына 2 рет сабақ, 1 рет теория, 1 рет практика. Теориялық сабақ бейсенбі күні 20:00. Практикалық сабақ жексенбі күні сағат таңертең 9:00-де өтеді. Барлық сабақтар сақталады. Сіз қарай алмасаңыз, ертеңіне сабақтың сақталған нұсқасын қарап, біліміңізді алып, түсінбеген жерлеріңізді маған жекеме шығып сұрақ қоюыңызға болады. Яғни бұл жерде трансформация, бұл жерде психосоматика курсы, бұл жерде менің жеке жетекшілігім бар. Яғни маған жеке сұрақтарыңызды қоя аласыз. Мен сізге сілтеме беріп, бағыт-бағдар беріп, керек сұрақ қойып, керек кезінде мына техниканы қолданыңыз деп айтып отырамын. Бұндай курстың аналогы жоқ Қазақстанда. Көп жерде психосоматиканы үйретеді, тек қана мамандық ретінде. Менде трансформация бар, жеке практикалар бар, медитация бар, матрица бар. Менде психосоматика бойынша сертификатты да беремін. Менде жеке жетекшілік те бар. Яғни бұл курстың өзінің құндылығынан бағасы өте жоғары негізінде. Ары қарай, екінші модуль диагностика және жұмыс жасау алгоритмі, тиімді нәтижелі қабылдаудың 3 ережесі. Кім психолог, кім коуч, немесе психологияға қызығасыз, я бұрыннан сізге айтып жүр адамдар, психологияға барсайшы, сенің қолыңнан келеді деп айтып жатыр. Міне осы адамдар керек. Кім сөзге шебер, адамдармен сөйлескенді ұнатады, адамдардың проблемасын шешкенді ұнатады, ақыл айтқанды ұнатады, кім сіздерден көп ақыл сұрайды, міне осы адамдарға келу керек. Кімде күйеуімен қарым-қатынаста проблема болып жатыр, ажырасу үстінде тұрсыз, баламен сыналып жатсыз,
ақша таба алмай қиналып жүрсіз, қарыз кредитке кіріп кеткенсіз, денсаулық мына жақтан кетіп жатыр, аяғыңыз жүргізбейді, басыңыз үнемі ауырады, дәріні ішіп жүрсіз, химикатты қолданып жатсыз, иә, не тағы да ата енемен тұру мүмкін емес болып жатыр, ауа жетпей жатыр, аллергия, псориаз бар, денеңізге жара қаптап кетті. Міне, оның барлығы сізде белгі. Демек, бұл сізге курсқа келу керек деген сөз. Енді ары қарай клиент диагностикасын өткізудің 5 деңгейі. Денедегі психосоматикалық 24 симптом, психосоматикадағы ішкі органдар ауруының 14 симптомы, себептің салдарын анықтаудың 16 алгоритмі, қатты психосоматикалық себептер мен жағдайды шешу әдістері. Терапиядан кейін негативті эмоция, сезімді шешудің 3 қадамы. Кешірім техникасы, дұрыс шешім қабылдау техникасы, сыйлық техникасы, түйсікпен байланыс орнатудың 6 әдісі. Арман, шешім, әрекет, жет. Арман, шешім, әрекет, жет. Ауруды тиімді трансформациялау техникасы. Өзің арқылы туысқа, бөтенге, бауырға, ата-анаға көмектесу техникасы. Кешірім техникасы деген, кез келген кешіре алмаймын деген адам кешіріп кетеді. Маған мынадай жаман жасады, маған мынандай қорлық көрсетті деген адамның өзі кешіріп кетеді. Дұрыс шешім қабылдау. Мысалы, 2 шешім, 3 шешім тұрады. Сіз қайсысын қабылдарыңызды білмей жатасыз. Осындайда көмектеседі. 2 қалаға көшу керек, 2 университетке түсу керек. Қайсысын таңдарыңызды білмей жатқанда осы техникаға көмектеседі. Сыйлық техникасы арқылы менде бір ханымның күйеуі салоннан машина алды. Бір ханым күйеуімен қарым-қатынасты шешті. Бір ханым енесімен қарым-қатынас шешті. Бір ханымның баласы машина алды. Осы курсты оқу барысында. Осы техниканы қолдану арқылы. Арман, шешім, әрекет, жет. Қалай арманды мақсатқа айналдыруға болады? Қалай арман күйінде қалмай, оны қалай жетуге оңай жеңіл жолдарын қалыптастыруға болады? Қалай ішіндегі блоктарды, кедергілерді шешу арқылы экологиялық түрде өзіміздің мақсатымызға жетеміз? Осыны қарастырады. Ауруды тиімді трансформациялау техникасы миымызға ауырмаған образды қалыптастыру техникасы. Сезіну техникасы, ауырмаған кезіңізді. Өзің арқылы туысқа, бөтенге көмектесу деген, мысалы, балаңыз ауырып қалды, көмектесесіз. Туысыңызда бір проблема болып жатыр, өзіңіз арқылы көмектесесіз. Ата-анаңызда бір проблема болып жатыр, өзіңіз арқылы көмектесе аласыз. Қандай керемет, иә? Нерв жүйесі, өкпе, қалқанша без, сүт бездері, лимфа, жүрек, қан тамыр аурулары, ұйқы безі, бүйрек, бауыр, асқазан, ас қорыту жүйесі, ішектер, жыныс мүшесі, тікішек, анус қалай ауырады, неден ауырады? Оның психосоматикалық себептері қарастырылған. Одан бөлек сыртқы органдар, иә? Бас ауруы, аяқ-қол ауруы, не тағы да аяқтың сырқырауы, тізенің сырқырауы, көздің көрмеуі, құлақтың естімеуі, ауыздан жаман иістің шығуы, омырау, жыныс аурулары неден ауырады? Оның да психосоматикалық себептері қарастырылатын болады. Енді 3-ші модуль асқынған психосоматикалық симптомдарды 5 қадам техникасымен шешу. 5 қадам техника деген вообще керемет. 10 минуттың ішінде мен балаларымның басының ауырғанын қойдыруға көмектесемін. Үйде тіпті жақында балам тіс ауырып қалды, соған қолданғанмын. 10 минуттың ішінде баланың тісінің ауырғанын қоямын. Аллергия пайда болу емдеу алгоритмі. Бұл 5 қадам техникасы шедевр енді. Бұны қолдану арқылы кез келген қорқыныштан арылуға, кез келген реніштен арылуға, кез келген сіздегі негатив ситуациядан шығуға болады. Аллергия пайда болу емдеу алгоритмі, өмір сызығы техникасы, жағымсыз әдеттерден арылуға көмектесетін қарыштау техникасы, қорқыныштан арылуға арналған кинотеатр техникасы. Мұның барлығы сіздің бойыңыздағы негатив сезімдермен жұмыс жасауға бағытталған. Ұйықтағыңыз келетін сіздің жаман әдетіңіз бар ма? Одан құтылуға болады. Темекі тартатын әдеті бар ма күйеуіңіздің? Оған көмектесуге болады. Кім тағы да арақ ішетін, ойын ойнайтын, кез келген жағымсыз әдетке қолдануға болады. Қарыштау техникасын. Психосоматикалық реакциялармен, жағдаймен, ауытқулармен жұмыс жасау техникасы. Психосоматикалық ауытқулардың салдарына шешу алгоритмдерін құрастыру. Психосоматикалық симптомдар мен әртүрлі аурулардың алдын алу модельдерін құрастыру. Бұл 3-ші модуль, 4-ші модуль және 5-ші модуль. Бұл Инстаграмды қоса алып үйренгім келеді. Мен сіз секілді табыс тапқым келеді. Инстаграмда атақты болғым келеді, өзіммен жұмыс жасағым келеді деген мамандарға арналған. Клиенттерді қайдан іздеу керек? Жеке кеңесті сату процесі, жеке кеңестен кейінгі клиенттің байланысы, пікірлерді қалай жинау керек, сарафандық радионы қалай қосу керек, экспертлікті ашу, жеке брендті ашу, психосоматолог маманның блог упаковкасының 5 элементі, психосоматолог маманға рилстан оқырман жинаудың 9 связкасы, маған 0-ден 38 мың оқырман алып келген схеманың сыры, яғни 6 айда.
Қазір менде 44 оқырман бар, иә, 44 мың. Психосоматологтың стористегі 1, 2, 3, 5, 7 күндік прогресс схемасы. Әлеуметтік желіде терапия сатудың 5 түрлі воронкасы. Осының барлығы қамтылатын болады. Бұның бағасы әрине бөлектеу. Ал тек қана мен өзіммен жұмыс жасағым келеді, тек қана мен өзімді дұрыстағым келеді, тек маған ғана трансформация керек деген адамдарға баға 740 мың, алғашқы 3 модульді құрайды. бірақ дәл қазір орныңызды алып брондайтын болсаңыз, онда сізге 440 мыңға беремін, бірақ оған қоса менің бонустарым бар. Керемет бонустар. Менде 2 сағаттық жеке қабылдау 50 мың теңге тұратын болса, сол жеке қабылдау тегін болады сізге. Одан бөлек менде түйсік курсы бар. Сол түйсік курсы сіздерге сыйлыққа берілетін болады. Яғни 90 мың теңгенің сіз бонусын ала аласыз. Тағы да ескертіп өтейін. Курс 2,5 айлық, аптасына 2 рет, 1 рет теория, 1 рет практикадан тұрады. Живой форматта, кәдімгідей өзім осылай шығып түсіндірем. 2-3 сағаттан өтеді. Сабақтардың барлығы сақталады. Доступ шексіз беріледі. Тағы қандай? Кез келген мәселеңізді, мына мәселені шешкім келеді деген ниетпен кіруге болады. Кәдімгі өміріңізде квантовый скачок болады. Оған қоса медитация берем, оған қоса матрицалар, бөлек тапсырмалар берілем. Күйеумен қарым-қатынас шешу, денсаулықты шешу, қалай мына миды программалау бойынша түрлі жолдарды, әдіс-тәсілдерді айтамын. Кәдімгі нағыз тексерілген 200% жұмыс жасайтын техникаларды берем. Егер сіз осыны жасап өмірімді өзгертемін десеңіз, мен сізді курсқа шақырамын. Міне, қазір ғана төлем жасайтын болсаңыз, жеке қабылдау бонусқа беріледі, одан кейін түйсік курсы бонусқа берілетін болады. Мына нөмірге аударып, 5 мың теңге болса да аударып, өз орныңызды алып, маған хабарға шықсаңыз болады. Мен сізді курсқа қосамын. Курста орын саны шектеулі, сондықтан оңай жеңіл өмірімді өзгертемін, оңай жеңіл өмір сүруді таңдаймын, ұзақ ғұмыр сүргім келеді деген адамдар болса, мен махаббатпен қарсы аламын. Мен өз техникаларыма гарантия беремін, ал сіз сол техниканы орындайтыныңызға гарантия бересіз бе? Сонымен сабағымыз аяқталды. Егер менің сабағым сізге пайдалы болған болса, өз блогыңызды тапқан болсаңыз, онда маған комментарий жазып, төменге лайк басып, тіркеліп кетіңіз. Қош аман болайық, келесі сабақта жүздескенше.